Сәтін өткізіп жіберейік. Тақтаңыз. Балалар көңіл қойған үйінен. Ал не түсінді? Дизайн деген не екенін түсінбедік па? Сонымен не екен дизайн? Қайтылып оқып жіберейік. Дизайн бұл бұйымдарды әдемі, ақылды, сәнді етіп көңілге қарастыру. Дизайн ағылшын тілінен жоба дегенді біледі. Дизайн жоба. Ажырамақ қыздар. Ал қыздар, қазір бізде әдісті қолданып, өткен сабағымызды еске түсіріп жіберейік. Конверттерінде ашқанда өздерінің топтарына қарай берілген геометриялық пішіндер бар. Соны шығарамыз. Бір пішінге сұрақты жазасыңдар, біреуіне жауабын жазып, қалталарына салып қоясыңдар. Кәні бастаймыз. Әр оқушы. Енді ашып қараңдаршы, ішінен тағы бір тапсырмалар шығуы мүмкін. Бәрі емес. Ашып қараймыз. Кімнен шықты? Бәрін ашып қараңдар. Аминадан шықты. Тағы да. Оқып көріңдерші қандай тапсырма екен. Амина сенен? Тағы да кімнен шықты? Сенен? Ал кәні қыздар, енді кімде қазір тапсырмалар берілді, олар не істейміз? Тапсырмамызды тігін машинасына отырып, ал қалғандарымыз пазл әдісімен сұрақтарымызды жазамыз. Балалар көңіл қойған үйінен. Ал не түсінді? Дизайн деген не екенін түсінбедік па? Сонымен не екен дизайн? Қайтылып оқып жіберейік. Дизайн бұл бұйымдарды әдемі, ақылды, сәнді етіп көңілге қарастыру. Дизайн ағылшын тілінен жоба дегенді біледі. Дизайн жоба. Ажырамақ қыздар. Ал қыздар, қазір бізде әдісті қолданып, өткен сабағымызды еске түсіріп жіберейік. Конверттерінде ашқанда өздерінің топтарына қарай берілген геометриялық пішіндер бар. Соны шығарамыз. Бір пішінге сұрақты жазасыңдар, біреуіне жауабын жазып, қалталарына салып қоясыңдар. Кәні бастаймыз. Әр оқушы. Енді ашып қараңдаршы, ішінен тағы бір тапсырмалар шығуы мүмкін. Бәрі емес. Ашып қараймыз. Кімнен шықты? Бәрін ашып қараңдар. Аминадан шықты. Тағы да. Оқып көріңдерші қандай тапсырма екен. Амина сенен? Тағы да кімнен шықты?
кімде қазір тапсырмалар берілді, олар не істейміз? Тапсырмамызды тігін машинасына отырып, ал қалғандарымыз пазл әдісімен сұрақтарымызды жазамыз. Басқа топтың оқушылар тапсырған осы сұрақтарымыз. Міне мына жерге қатар қойыңдар. Не деп тұрсыңыз соңында? Жүрмектігі және қайсы сұрақ? Болды қыздар? Не болды? Болдық па? Амина не болды? Кімге тағы да машина тігістеуіне тапсырма келген болса, машинаға отырып тіге беріңдер. Не болды? Келді ме? Орнына отырып, қазір сұрағымен бірге ұстап отырмаған көрсетесіз. Ал қыздар, 1 минут уақыт беремін. Кешіккендерін қабылдамаймын. Кімде тағы да тегіс берді? Болды ба? Өз алдыға қалып отыра бер, қазір өткізе аласың ба? Болдық па, сұрағымыз дайын ба? Егер сұрақтарыңа жауап берген болсаңдар, әр топ өз орындарына. Айна? Алжапқыштың қалтасын қандай тігіспен өңдейді? Алжапқыштың қалтасын жазық қиындықта жапсырмаға келмейді. Дұрыс па? Жарайды. Келесі? Сабина бізде не істеді? Ал енді Сабина мен Амина не болды? Пижаты ма? Бастайды. Сабина мен Аминаның несін тапсырмасын қараңдаршы. Тігу әдісі дұрыс па екен? Қыздар, әртүрлі өсіп қараңдаршы. Бізде не істеді? 2 матаны қосты, 2 бөлшекті және өтіктеді. Келесі. Амина не істеді? Сырып тікті және не істеді? Жапқыза тікті. Дұрыс па екен? Енді мен әр топқа бағалау парағын беремін, өздерің ақылдаса отырып не істейсіңдер? Баға беріңдер. Ақылдаса отырып өз топтарына баға беріңдер. Келесі тапсырма бойынша. Келесі тапсырма. Машина тігіс түрлерін жақсы білетіндерді көрсетіңдер. Келесі тапсырмамыз бізде алжапқыш сызбасы бойынша жеке сұрақтар. Қане, қыздар, Ж1 ұзындығын қалай табар екенбіз? Қане, кім жауап береді? Ж1 ұзындығын қалай табамыз? Нұрай табайды. Жұма және 6 сантиметрді қосу арқылы. Жұма дегеніміз қандай өлшем? Жартылай мақын айналым. Ал енді жартылай деген сөзді қалай түсінеміз? қ деген қандай өлшем? қ қандай өлшем? Екеуін қосқанда не шығады?
шығар бұйымның? Ұзындығы. Енді міне, көкірекше айналымы, бүйел айналымы, бұйымның ұзындығы және мықын өлшемі. Келесі, енді бұл алжапқыш балалар, тұрмыстық киімдер тобына жатады екен. Қане есімізге түсейік, тұрмыстық киімдерге қандай киімдер жатады екен? Үй киімдер, сәндік. Ал енді соның қай тобына жатады екен біздің алжапқыш? Үй. Енді өндірістік киім дейді. Алжапқыштың қандай қатысы бар өндірістік киімге? Жарайды. Енді бұл алжапқыштың өзінің бірнеше түрлері бар екен. Есімізге түсейікші, қандай түрлері бар екен? Суретке қарап айтсаңдар да болады. Бірінші суретте не көрсетіліп тұр? Қане? Көкірекшесімен белдемшесіз бөліп пішілген. Дұрыс айтамыз. Тағы қандай түрі бар? Сендер өздерің тіккен? Сендер өздерің тіккен фартукты алжапқыштан екен? Алжапқыш бірге пішілген. Бірге пішілген. Дұрыс айтады. Тағы қандай түрі бар екен? Белдемше. Тек белдемше, көкірекшесі жоқ. Дұрыс. Өлшем түрлері есіңізге түсті ме? Алжапқыштың Тағы не естеріңе түсті? Қауіпсіздік ережесі. Тағы да. Тігу әдістері. Тағы да. Үтіктеу әдісі. Тағы да. Өлшем алу. Айта беріңдер қазір. Алжапқыш түрлері. Иә, тағы да неге? Қандай есімізге түсті? Тағы біреу қосайыншы. Тұрмыстықты еске түсті. Айта берсек көп екен. Жарайды. Енді балалар, біз қазір топтық жұмысымызды бітірдік. Бағаладық па? Енді қазір осы жұмысымызға қарай өз топтарымызға қандай баға беріп келеміз, қолымызбен көрсетіп жіберейікші. Жарайсыздар. Ал енді балалар, бізде сарамандық жұмыс. Сарамандық жұмыста біз өткенде өзіміздің тіккен алжапқышымызды не істеуіміз керек? Сәндеуіміз керек екен. Бұл жерде қыздар жұптық жұмыс, өйткені біз алжапқышты не істедік? Жұппен тіктік. Ал енді өз жұптарыңды тауып, өз орындарына отырды. Дәптер, кітаптарыңды жинап, шетке қойыңдар. Қыздар тезірек. Дәптер, барлық жұмыстарыңды жинаңдар. Жаңағы жинаған пазылдарды маған жинап беріңдер. Бағалы парақшасы қалай берсек. Сәндеу үшін эскиз құрдыңдар ма? Үйге тапсырма ретінде берілген. Кәне эскиздерді шығарып көрсетіңдерші. Айнырықты түсіріңдеріңіз эскиздер. Партан үстіне қойып енді біз өзі тексеріп шығамыз. Сен не істейсің? Осы алжапқышыма балаларды рұқсат беремін. Ал сендерші? Біз алжапқышымыздың қалтасына Қыздар қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ал сендер не істедіңдер? біз алжапқышты көкірекше жағынан көтеріп түсіндік. Сән? Алжапқышымызға әдемі балықтарды жасап тапсырдық. Не істедіңіз? Бұл алжапқышымды көру өтінемін. Қыздар қараңдаршы, қалай екен? Алжапқышымызға кесте арқылы біздің лекциямыз қыздар еркін микрофон ойыны. Бұл жерде бүгінгі сабақта біз қандай жаңа ақпарат білгенімізді ал мен қазір сендерге сұрақ қоямын. Қыздар, микрофон. Сіз үшін не түсініксіз күйде қалды, Аяна ханым? Мен үшін түсініксіз болғаны себебі бұл мына
Amina. Осы деген машинасымен көп жұмыс істеп, түрлі алжапқыштар Жарайды. Ал енді қыздар, біз қандай бүгін жетістіктерге жеттік? Іңкәр ханым айтып жүріңіз. Қандай жетістікке жеттік дедіңіз? Біз енді алжапқыштың несін қалташасы